Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Сыр өңірі, Жыр өңірі аталатын Қызылорда облысының қасиетті Қазалы жеріндегі іргелі мектептерінің санатынан табылатын Ержігіт Бозғұлов атындағы нөмірі 249 мектеп-лицейдің зерттеуші педагогы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Жетілгенова Айгүл Амандыққызымын. Мен жұмыс жасайтын киелі білім ордасы алтындардың ұстаханасына айналған ғажайыптар ғибратханасы. Біздің ұжымның негізгі мақсаты білімі мен білігін қатар шыңдайтын талантты шәкірттерді тәрбиелеу болып табылады. Ой жарыстыратын заманда жалын мен жігерді, ізденіс пен талпынысты талап ететін жастық шақта ел болашағы үшін еңбек ету әркімнің міндеті. Еліміз дамыған және табысты мемлекеттердің қатарынан табылу үшін әрбір мұғалім табысты болуға ұмтылуы тиіс. Балалар, біз мәтінмен жұмыс жасауды білеміз. Әрбір мәтіннің өзінің құрылысы, беретін ұғымы, идеясының бөлек болатынын сендер жақсы білесіңдер. Енді біз анау бастауыштан бастап оқып келе жатырмыз. Мәтіннің бізде 3 түрі бар. Қандай кім айтады? Нұрай? Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Жақсы. Әңгімелеу мәтіннің өзінің ережесі, қойылатын сұрағы, пайымдау мәтіннің өзінің ережесі, қойылатын сұрақтары және сипаттау мәтіннің өзінің ерекшеліктері бар екенін біз мәтіннің талдау кезінде жұмыстан байқап жүрміз. Жаңартылған білім бағдарламасы енгізілгеннен кейін білім беру саласында үлкен өзгерістің болғаны белгілі. Түрлі тексерулер, халықаралық зерттеулер жүргізілу кезінде балалардың білім сапасы басты назарда болуы тиіс. Өзімнің мамандығыма сәйкес оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруда сабақ үстінде үнемі мәтінмен жұмыс жасауды негізге аламын. Функционалдық оқу нәтижесінде оқушылардың таным түсінігі қалыптасады және алған білімдерін өмірде орынды қолдана біледі. Осы орайда маған үлкен көмегін тигізген білімдік платформа Білімлан платформасы. Сабақта үнемі видео сабақтарды, аудио тыңдалымдарды пайдаланамын. Қазір біз мәтінмен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін біз Білімлан платформасындағы мәтіндерді талдаймыз. Яғни қазір ислам бізге беріліп тұрған бірінші деңгейдегі қазан мәтінін оқиды және оның тапсырмаларын орындайтын болады. Көшпелі елде қазан қирамас үшін оған қалың кенеп, кезден арнайы қазанқап жасайды. Оттан көтеріп алғанда қол күймес үшін және күйе жұқпас үшін тұтқыш қолданады. Ол қол басына киілетін екі киіз қалтадан жасалып, ұзындығы қазанның екі шетінде жететіндей жіппен қосақталып байланады. Қазан түбіндегі қаспағын қыру үшін қырғыш байланады. Енді тапсырмасы орындаймыз. Қолды сұрағын оқиық. Қолды қорғау үшін қажет зат, тұтқыш. Жақсы. Қазір оны біз тексеретін боламыз, е? Қазанқап жасалатын материал. Қазанқап қандай материалдан жасалады? Киіз. Киіз. Ал, белгілеп көре ғой. Енді тест аяқтау. Ислам бізде екі сұраққа да дұрыс жауап берген екен. Жақсы. Монако жерорта теңізінде жағалауында орналасқан ең таңдаулы шипажай және әлемдік туризм орталықтарының бірі. Кішкентай ғана Монаконың бұл тұрмыс-тіршілігі туризм саласымен өте тығыз байланысты. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, мемлекетке жылына 3 миллионнан астам турист келеді екен. Яғни жазғы демалысыңызда құрған жоспарыңызға Монаконы енгізіп қойсаңыз мүмкін дейсіз. Жақсы. Ал енді сұрақтарын оқиық. Мәтін мазмұнынан тыс нұсқа. Жерорта теңізі, Альпі тауының тоғысында Қызыл теңіз, Ескі қала, Еуропа құрлығы деп қайсысы аңлық? Қызыл теңіз. Жақсы. Автордың жоспарыңызға Монаконы енгізіп қойыңыз деуінің себебі. Сұрақтарын оқиық. Ең кішкентай мемлекет болғандықтан, әлемдік туризм орталықтарының бірі болғандықтан, экономикасы жақсы дамығандықтан, өндірісі жақсы дамығандықтан, Еуропа құрлығында орналасқандықтан. Қайсысы? Әлемдік туризм.
князьдіктің астанасы туралы мәлімет беретін құжат жоқ. 5-ші жазушы. Монаконың ғимаратына қатысты нұсқа. Ғибадатқа стилінде салынған, теңіз ернеуінде дейін орналасқан, көбі құз басында орналасқан, суға батып тұрады, тарихи құнды болып саналады. Қайсысы сәйкес келеді? Ал Аружанға да мәне қошеметтер. Киіз басу туралы бізге керемет мәтін берген екен, е? Киіз басу барысы бірнеше кезеңдерден тұрады. Солардың бірі булау. Қайнап тұрған ыстық суды шелекпен әкеліп, сүзгімен шейдің бір жақ шетінен бастап себелеп құяды. Құйылған су өз салмағымен жүнді басып, шапақталған жүн мен тартылған жүнді біріне бірін қосып жабыстырады. Ыстық су жүннің талшықтарын буландырып жібітеді. Оны тез киіздеуіне жағдай жасайды. Су себіле басталысымен 3-4 әйел басылып жатқан жүнді сыртындағы шимен қабаттай шиыршықтап жинайды. Шиді ширатып орап жинаған сайын әлсін-әлсін ыстық су құйылады. Түнеп жиналған шидің сыртынан жіппен шаңдап, жұмырлап байлайды да, ортан берінен арқандап, өткізіп алып домалатады, екі басын тұйықтап, бос салып қояды. Ал жақсы, ендеше сұрақтармен танысайық. Мәтін мазмұны бойынша маусымдық сипат алған дәстүр. Киіз басу. Киіз басуға қажетті зат қойдың жүні. Механикалық әрекет нәтижесінде ширайтын зат жүн. Түн талшықтарының үзіліп, материалдың ыдырай бастау себебі киіз басуда тығыздықтың артуынан. Физикамен тікелей байланысты екен балалар, иә? Киіз басудың булау кезеңіне қатысты дұрыс ақпарат. Шиді ширатып орап жинаған сайын әлсін-әлсін ыстық су құяды. Киізді булау кезінде қолданылатын негізгі зат ши. Ал нәтижесін көрейік. Ал сұраққа да дұрыс жауап берген екен, иә? Ал қане қошемет. Оқушылардың дайындығын шыңдау үшін қосымша курс жүргіземін. Оқушылар алдарыңа сіздерге әр топқа мәтін таратып берді. Сол мәтіннің тақырыбын, түрін, мәтіннің қандай сұрақтарға сөйлеп, сұраққа жауап береді екен, соны анықтайтын боламыз. Топпен жұмыс жасаймыз, ендеше іске сәт. Оқушылар платформадағы мәтіндерді талдау арқылы білімдерін толықтырады. Сабақ барысында жеке және жұптық жұмыстар орындалса, топтық жұмыстың оқушының өз-өзін тәрбиелеуге, пікір бөлісуге әсері көп. Мәтін талдау кезінде ұлттық құндылықтарымызды дамыта түсетін тақырыптардың қамтылғаны дұрыс деп есептеймін. Бүгінгі жас өркен өз елінің тарихымен, мәдениетімен толық таныс болуы тиіс. Балалар, біз Білімленд платформасындағы түрлі мәтіндердің мазмұнымен танысты, барлығымызға қызықты болдық деп есептеймін. Ендеше, балалар, сіздерге бір сұрақ қояйын. Мәтіндер күрделігі жағынан қандай деңгейде екен? Мәтіндер сіздерге ұнады ма? Әлия? Біз мектеп платформаларындағы мәтіндерді біз сабақта жиі қолданамыз. Мәтіндердің барлығынан тәрбие мәні бар. Және де біз еліміздің тұлғалары туралы, тарихы, мәдениеті, салт-дәстүрі туралы көптеген мәліметтер аламыз. Рахмет, Әлия, жарайсың. Мәтін талдау жұмысының нәтижесін оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша көрсетіп отыр. Білімленд порталынан көптеген қызықты ақпараттар мен құнды мәліметтер алуға болады. Түрлі бейнесабақтар мен аудио мәліметтерге өте бай. Сабақта біз Білімленд порталынан тапсырмалар орындаймыз. Маған Білімленд порталының ұйымдастырғаны өте ұнайды. Оқушылардың орындауына өте ыңғайлы етіп жасалған. Құрметті әріптестер, білім беруді үлкен теңізге теңейтін болсақ, балаларды оқытуды сол теңізге құйған тамшыдай болса да өзімнің үлесім деп есептеймін. Жаңашыл мұғалім байқауының ұйымдастырушыларына алғыс айтамын. Игі істеріңіз жалғасын таба берсін.
саналы да салиқалы шәкірттеріміз көп болсын.